Қазір кейбір облыстарда бақытты отбасы менен үйлер беріліп жатыр. Мысалы, Қызылорда облысында қалада орналасқан, бірақ Қызылорда облысының тұрғындары қатыса алады. Баспана KZ, баспана маркет, отбасы банк.kz сайтына кіреміз, Қызылорда облысын таңдаймыз. Қазақстан бойынша қай қаладан таңдайсыз? Міне Қызылорда шықты. Статус объектіға таңдаймыз. Прием заявление, өтініш қабылдау. 5 мамырдан басталды ол жақта. Енді қараңыз. Потом найти батырмасын басасыз. Левый берег, солтүстік жағалаудағы үйлер беріліп жатыр. Сізде дәл осындай страница ашылады. 4-ші дом, 1-ші дом деп. И өзіңіздің категорияңызды таңдасаңыз болады. Бюджеттік организация, ГОСта жұмыс істейтіндер, многодетный, алтын алқа, күміс алқа, инвалид баласы бар. Міне осы жерден категорияңызды таңдаған кезде сіз қай квартираға претендовать ете аласыз, қанша квартира, сол сізде список шығады. Мысалы, многодетная семья басасыз. Міне 5-ші, 8-ші, 9-ші. Бұл жерде 3 комнаталы бар, 8-де 2 комната. 2 комнатаның өзінің площади 80 квадрат метрге дейін, 59-дан басталады. 3 комнатный также сондай. Таңдайсыз, бронировать етесіз, кезекке тұрған уақытыңызға қарай список жасалады, и потом 5 күн ішінде платежеспособность тексереді. Одобрение алсаңыз 10%-ын құясыз. И бақытты отбасымен 2%-пенен, бюджетная организация 5%-пен, ары қарай ала бересіз. Үйдің квадрат метрі 222.800 теңгеден. Чистовой отделкада. Қараңыз, фотосы бәрі тұр. Бұрыннан беруші еді, бақытты отбасымен, шаңырақпен, газовая плита, чистовой, эмульсиясы бар, линолеум бар, есік терезесі бәрі бар. Мойка, сантехникасы бәрі жүргізілген. Қатысыңыздар, қызылордалықтар қайтасыздар. Өте тиімді бағада, ол қалада үйлер наурыз бен ұтаумен берілетін объектілер осы сайтта көріп қатысыңыздар.